Сәлем достар, бүгін біз тоқма-тоқ үйренудің 3-ші сабағын бастайтын боламыз. Егер сабақтарым ұнап жатса, лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз, мен уже бір парасын тоқып дайындап қойдым. Бүгін осы бойынша екінші парасын біріктіріп көрсететін боламын. Яғни бүгін бізде біріктіру сабағы. Алдыңғы сабақта біз осындай төрт бұрышты пішінді, квадрат пішінді, то есть осындай бөліктерін дайындап алған болатынбыз. Түрлі түстіден бізде 8 болатын, бір парына 4-еу, екінші парына 4-еу кетеді. Ал табанына біз темный түсті тез кірлейтін болғандықтан, біз темный түстен, қара немесе тоқ көктен тоқсақ болады. Маған 4 штук данасы керек бұл нені тоқу үшін. Міне оған мен 4-еуін дайындадым, 2-еуі бір бөлігіне кетті, бір парасына, то есть ал екіншісіне мені осы 2-еуі тұр. Менде қара жіп жіңіш керек болғандықтан, мына пішінге қарағанда менде астыңғы табан пішіні кішілеу болды, бірақ бұл ешнәрсе етпейді, өйткені бұл синтетика жіп, бұл созылады. Сондықтан бұда қатты өзгеріс болмайды. Енді неден бастаймыз? Біз артқы бөліктен, мысалы, бұл слеті осылайынан келеді, міне. Артқы бөліктен бастайтын боламыз, яғни бірінші табанмен мына бөлікті қосатын боламыз біріктіріп. Осы жерден бастап осылайынан алып келеміз, міне. Осылайынан алып келіп, мына жерде тағы мына бөлігін қосатын боламыз, одан кейін мына бөлік, кейін мына 5-ші бөлік осы, 4-ші бөлік, 5-ші бөлік бізде, сонымен мына жерден аяқтаймыз. Енді бірінші аламын, менде мынандай салатовый цветім таусылып қалды, 6-ауын тоқып болғаннан кейін. Сондықтан мен оны осындай ашық қызыл түске ауыстырдым. Сол бөлігімді аламын қазір, міне. Сол бөлігіммен қара түстіні 2-еуін біріктіремін. Егер нақтылап қарайтын болсақ, бізде біріктірген жеріміз осылайынан кертік болып білініп тұрады. Осыны білдірмей жіберу үшін біз бұны мына жақ бетіне қоямыз, осылайынан қалдырамыз. Қараны астына 2-еуін теріс жақ беттерін беттестіреміз. Мында 10 беті, арт жағында да 10 беті болып тұрады. Енді осыны біріктіреміз. Міне бізде кертік болған жер мына ұшында қалады. Біз мына жерден бастаймыз. Мына бұрышында бізде 6 столбик, соның 3-шін аламыз. 1, 2, 3. 3-шіне кіргіземіз. Мында да санаймыз. 3-шіне 1, 2, 3, 3-шіне кіргіземіз. Қара жіппен біріктіремін мен барлығын. Сізде қандай жіп бар, сонымен кез келген жіппен, тек маңыздысы мына түстермен үйлесу керек, ал қара түс барлық түстермен үйлеседі, сондықтан мен қараны алдым. Қара жіпті осылайынан, мен крючокты 2-еуіне кіргізіп болғаннан кейін қара жіпті ілемін. Петля етіп іліп, осы жіпті шығарамын. Осы жақ қарай, мына жағын шамал ұзындау етіп қалдыра береміз. Оны тоқып жатқан кезде осымен біріктіріп жібереміз. Яғни нәскиді киген кезде созылады, слеті, сол кезде босап кетпес үшін осылайынан қалдырып, ұзындау етіп қалдырып қоямын. Енді бір петля тоқып аламын, осылайынан бастапқы ол для подъема. Келесі мына петляға екінші тұрған, мына қарадан екіншіге кіргіземін. Ал мына қара жіп біздегі ұзын, осылайынан 2-еуінің ортасында қалады. Осыдан бір петля шығарамын. Міне 2 петля болды менде. Осы 2 петлядан енді тағы бір петля шығарамын. Міне енді келесі 3-ші петляға кіргіземін. Мында да 3-ші петляны аламын. Мына жіп ортасында қалады, міне. Бір петля шығарамын осылардан. Міне 2 петля болды. Осы 2 петлядан біріктіріп, бір петля шығарамын. Келесі жалғастырамыз. Міне мен 6-лықтың 3-еуін біттім. Енді мына 3-тікке көшемін. Осылайынан кіргізіп, мына жіп таусылғанша қалады ортасында. Ол білдіртпес жіберу үшін бастапқы жіпті осылайынан біріктіремін.
дәл осындай әдіспен мен екі жағын біріктіремін. Мына жақ и мына жағын осылайынан біріктіріп аламын. Бұл жерде біз санап отырып істеуіміз керек та, қалдырып кетпей ешқандай петляны. Мұндағы үшеумен келесі үштік, мына үштікпен, мына үштік, мына үштікпен осылайынан бірігіп кетеді. И мына ортасына келіп тоқтаймыз ғой бұрышта. Сол кездегі мына үш петля мына үшеуімен бірігу керек. Мына жақта үшеу қалу керек, мында да үшеу қалу керек. Осыны шатастырмай біріктіріп дұрысынан жасауымыз керек. Өйткені бұлар айнитын болса, біздің следыйдың дәл осындай пішін шықпайды. Шамал қисайып, солайынан шығуы мүмкін. Бір жері ұзындау, бір бөлігі қысқа деген сияқты. Сондықтан екі жақты да бірдей ұстап отырамыз. Міне мен біріктірдім. Менде 3 жұп қалды, мында да 3 петля қалды. Енді келесі бөлікті біріктіремін. Осылайынан ашамын. Келесі бөлікті қоямын. Қойған кезде мына жерде тағы бізде кертік бар ғой. Осы кертікті табан жақ бетіне жіберемін. Көрінбейтін бетіне, міне табан жақ бетіне осылайынан жіберемін. Енді мындан үшеуін аламын. Міне түрлі түстіден үшіншісіне кіргіздім. Мында да біріншісіне кіргізем. Мен уже үшіншісіне алдым. Мен төртіншісіне кіргізіп, екеуін біріктіремін. Екіншісі осылайынан біріктірем. Енді мен бұны бірақ бетім біріктірем, осы жерге дейін, ортаға дейін ғана біріктірем. Міне біріктіріп қойдым. Енді келесі бөлік екінші қара түсті квадратты жалғаймын. Осылайынан. Міне осылайынан біріктірем. Сол кезде осылайынан ашылады менде. Міне. Енді осын бір жақ бөлігін ғана біріктірем, бір жақ бөлігін ғана. Міне біріктірдім. Енді мына алдыңғы бөлігін қосатын боламын. Оған тағы бір түрлі түсі квадратты аламын. Мына кертік үш жағында қалады. Осылайынан қоямын. Міне. Осылайынан қойып, қазір мына екі бетін біріктіретін боламын. Осылайынан алам. Мынаның үшіншісіне кіргіземін. И мұндағы үшіншіге кіргіземін. Міне біріктірдім. Осылайынан бірікті менде. Енді келесі соңғы бөлікті біріктіремін. Бұның да кертігі бар бөлігін осылайынан астына кіргізетін боламын. Мен қазір мына бұрышқа қосамын осылайынан. Мына кертігі бар, мұнда қалады ортаңғы бөлікте. Енді мынадан үшеуін үшіншісіне кіргіземін, мынадан үшіншісіне кіргіземін. И қосамын. Қосамын қалай? Бұлайынан қосып аламын қазір. Міне бір жақ бетін қостым. Енді келесі мына мен мынаны қосатын боламын. Енді мына бөлікті де қосып шықтым. Міне менде осылайынан шықты. Енді қазір бір-бірлерін мен жалғайтын боламын. Міне қазір міне мына бөлікті қосамын. Мына уже тоқылған петляға кіргізіп, мұндағы тоқылған соңғы петляға кіргізіп, екеуін біріктіремін. Келесі мынау менде артқы бөлігі. Осыны осылайынан жүріп шығамын қазір. Әр петляға бір-бір осылайынан бір-бір қатар жүріп шығамын. Жүріп шыққаннан кейінде мен мына жердегі уже тоқылған петлямен мұндағы петляны аламын. Соңғы бірінші тоқылған петляларды осыдан да бір петля жасаймын. Міне екеуін қостым.
Енді мына бір жақ бөлігін жүріп шығамын. Ол менде міне мына бет бөлігі. Мен қазір мында келіп тоқтап тұрмын. Осылайынан жүремін. Міне алдаулықтың үшіншісіне келген кезде тоқтаймын. Енді мына бөліктерді қосамын. Алдыңғы бөлікті осылайынан қосамын. Мен қазір мына жерден аяқтайтын боламын. Мына жерден аяқтаймын. И мына жақтан бастаймын. Қазір соң. Мында үшеуге кіргіземін. И жаңағы тоқып жатқан бөлігімдегі үшіншісіне кіргіземін. Осы жерден аяқтаймын. Бір петля тоқып алып, жіпті шамалы ұзынырақ етіп қырқамын. Енді жіпті біріктіретін боламын. Мына жерге кез келген жеріне кіргізіп, қара түстің үстінен осылайынан кіргізіп, тартып, шығып кетпес үшін кейінгі. Осылайынан кіргізіп, бекітіп, таусылғанша осылайынан кіргізіп, ішіне қарай соңғы бетін кіргізіп жібереміз. Міне, енді екі жақ бетін біріктіретін боламын қазір. Оны мен мына бұрышынан бастаймыз. Міне. Уже тоқылған екі петляға кіргізіп, жібімді бастапқыдағыдай осылайынан кіргізіп аламын. Alabilirsin. Ama Бар. Құсай, жақыр кетсей. Жүрмей қалсаңыз деші, бұл, ап кетші. Бұш салтан. Міне біріктірдім. Міне дәл алдыңғы бөлікке келіп тұрым. Осыны енді осылайынан мына жақпен жүріп шығуым керек, қара түспен. Мен мында келіп тоқтап тұрмын, міне. Енді осылайынан бір жүрсем, сонымен аяқтаймын тоқыман. Петлямен петляға кіреміз. Тоқып, ары қарай осылайынан тоқып кетеміз. Тоқылған петляларды біріктіреміз, осылайынан аяқтаймыз. Бір петля жүріп аламыз да. Бұны тарта отырып, осылайынан кіргізіп жіберетін боламыз. Міне, дайын. Екінші парымыз да дайын. Міне, осындай следи шығады бізде. Осындай следи шығады. Өте жылы, синтетикадан тоқылғандықтан табан жақ бөлігі әсіресе шыдамды, өте үйге кигенге өте ыңғайлы. Тапочканың орнына киеміз. Егер ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар. Ал сұрақтар болатын болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Рахмет.